көп адамдар ойлауы мүмкін. Мен тек костюм киіп отырады, немесе компьютерде ғана отырады деп. Бірақ қазір түрлі көз қалпақты киіп алып, Америка құрлығын ашып жатқан алғашқы ағылшындар сияқты. Тау тасты машинаны айдап, шапқылап жүрміз. Тек қана ролда емес, қара жұмыс істеп, 4-ші айдан бері енді құрылыста салдық, ағашшылық, анау мынау бәрін істеп жатырмыз ғой. Ойлаймын енді, мынау алғашқы кәсіпорынның құрылу кезеңінде ол міндетті түрде болады. Егер екі қолымды қалтаға салып, ақшасын төлеп, басқаларды істетіп, кәсіпорынды үлкейтіп құрамын деген адам үлкен шығынға да ұшырауы мүмкін, ол құра алмауы да мүмкін ондай жағдайда. Өйткені адам сен өзің білмеген жағдайда, өзің маманға айналмаған жағдайда, өзің түсініп тұрмаған жағдайда істете алмайсың адамды да. Және қазақта не екен? Бізде еңбек күші деген ғой. Еңбек күш кемшілік. Одан кейін қаражатың өте асып төгіліп жатса, өте көп болса, оның жөні бір басқа шығар. Бірақ алғаш кәсіп бастаған кезде осындай кәсіпті бір орынды құрып алып, оны үлкейтемін деген кезде қанша дегенмен қаржы жетіспеушілігі болады. Өйткені қаржы жетісетіннен артық көлемде талпыну жұмыс істейсің ғой. Мысалы, біз егер аз ғана жұмыс істейміз деп жоспарласақ, онда қаржымыз жетіп асар еді. Бірақ құлашымызды шама бар кеңсермейміз да. Бір жігіт айтады маған. Мен 4 қабатты сауда орнын салдырсам дедім ғой. Бірақ ақшам толық жете бермейді дейді. Сөйтсем айтады. Онда адамдардың бәрі солай дейді. Егер 2 қабатты үйге ақша жететін болса дейді, онда 4 қабатты болса деп қиялдайды дейді. Егер 1 қабатты үйге ақша жететін болса, онда 2 қабатты қылып салсам деп армандайды дейді. Сонда өз шамасынан әрқашан артық армандап жүреді адам. Соған қиналады дейді. Сол сияқты бізде бір жолда 2 үлкен құрылыс салдырып саяжайымызға, одан кейін қанша мағаш үйлер салдырып, одан кейін көл жағасынан домбыраны жасатып, жаңағы алып домбыра жасатып жатырмыз ғой, ұзындық 80 метрлік. Оның бәрі ағаштан жасалады. Соған кейде материал қымбаттап кетеді, кейде аспабымыз бұзылып қалады, кейде адамымызда мәселе шығады, кейде ауа райынан мәселе шығады. Ойламаған мәселелер. Жаңағы бір құрылысымыз жүріп келе жатқанда бір аспабымыз бұзылып, 1 апта уақытымызды алып жіберді. Одан кейін бір адамымыз ауырып қалды. Одан кейін артынан 1 апта, 2 апта жаңбыр жауып кеткен кездер болды. Ойламаған жағдайлар енді. Осындай жоспарыңнан кешігеді жұмыс. Жоспарыңнан сөйтіп жүріп 10 күн кешіксе оңай ғой. 1 ай кешігіп кетеді да. Ал сол 1 ай кешіккен кезде кәсіпкер үшін ол және де сен жаңбыр жауып тұрса да, не болса да айлықты кешіктірмей төлеуің керек. Сол жағдайда қысым түседі. Және осы барыста ойламаған кейбір заттар қымбаттап кетеді. Бұрынғы бағаңнан, сен қыстағы межесеп құрғаныңнан 1 есе 2 есе қымбаттап кету табиғи жағдай ғой. Қоғам аумалы төкпелі. Бір жерде соғыс болып жатыр, бір жерде апат болып жатады. Кейде тасымал қатынасы дұрыс болмай қалады. Мысалы, Жұңгодан алдырған заттарымыз шекарада тұр. 5-ші айда заказ қылған затымыз, тауарымыз әлі тұр. Қайықтарымыз. Ол біздің жұмысымызға міне күз келіп келе жатыр да, ол үлкен кедергі әкеліп жатыр. Осы сияқты көзге көрінбейтін кедергілер болады. Осы сияқты адам болжап болмайтын қиыншылықтар болады. Содан кейін осы кәсіпті бір қарасаңыз, оп-оңай құрып шыққан сияқты болып елестетеді көбінде адамдар. Бірақ ол нәтижесі көрінген кезең. Ал көрінбеген кезең бір тауға шығу да сол сияқты да. Басында қаншама қиналасыз, жүресіз. Шыққан биігіңізге қарасаңыз, ана асқар таудың бауырында жүресіз. Ешқандай бар күшіңіз бір түк
биікке тұрғысыз төбелерді бағындыруға кетеді. Сол сияқты біздің де көп күшіміз мына инфрақұрылымдарға кетіп жатыр. Мысалы су жүйесі бар, оның электр жүйесі бар, оның лас су жүйесі бар, оның қауіпсіздік жүйесі бар, қоршау бар, қорғау бар. Осының барлығы инфрақұрылым, негіздік құрылымдарға кетеді. Осындай көлемді жер алып алғаннан кейін соны бағындыру үшін екінші жылымыз өтіп бара жатыр. Осыған арып шаршап еңбектеніп жатырмыз. Десе де және де біздің күдігімізден үмітіміз басып, биыл болмаса енді бір жыл еселеп қайтарамыз ғой деген бір арман жатады да, сол қозғаушы күшпен еңбектеніп жүрміз. Сол үшін әрқандай кәсіпті ойлаймын, кедергісіз, кінәратсыз болмайды. Ал одан қорыққан адам кәсіп жаратпау керек, игілік тіктемеу керек. Енді кәсіп жаратқаннан кейін бірінші арланбау керек. Менің өз ойымда, мейлі қара жұмыс болсын, мейлі ақ жұмыс болсын, кейде осындай киіммен лауазымды тұлғаларды қарсы алып жатамыз, амалсыз айтпай келіп қалады. Кейде достарымыз келіп қалады, ойбай сен танымай қалдық қой, тозып кетіпсің ғой деп жатады. Енді ондай неше түрлі жағдайлар болады да. Бірақ бір ғана шындық бар, ол бір нәрсе бар. Негатив адам дейді. Өмірге ыңғайда бір күйреу көз қараспен қарғайтын адамдар, олардың айтқаны қашанда дұрыс дейді. Мен сөйтіп едім ғой, сөйтіп қиналасың деп едім ғой, оның дұрыс болмай қалады деп едім ғой, ол қиын деп едім ғой, оның бәрінде кедергі бар деп едім ғой деген адамдардың айтқаны мәңгі дұрыс болып отырады. Өйткені оның бәрінде кедергі бар екен, рас. Ал позитив адамдар, ілгерілегіш адамдар, талпынғыш адамдар, олар мәңгі ілгерілеп отырады. Олар кедергі кезігеді әрине, қиыншылық кезігеді, қиналатын кез болады, қиналыссыз өмір болмайды. Бірақ олар сол қиыншылықтың арасында әйтеуір жол тауып жаңбырдың арасымен ілгерілеп отырады да. Сондықтан кәсіпкер деген сол ілгерілеудің жолды таңдау керек. Ал барлығы сай болған кезде, мен ақшам көп болған кезде кәсіп бастаймын деген адам ол деңгейге мәңгі жете алмай кетуі де мүмкін. Егер оның қолына оқыстан өте көп ақша түссе, ол кәсіп бастауды емес, қайта сол ақшаны қалай жұмсап жіберуді, қалай соның қызығын көруді жүзеге асыру мүмкін. Ондай кешірмелер өте көп болған. Алтын тау болған адамдар, ондай кешірмелер, оқыстан көп ақшалы болған адамдар көп болған өмірде. Бірақ одан кәсіпкер шықпаған. Кәсіпкер дегеніміз, бизнес дегеніміз осындай бардан, жоқтан барды жасап, әйтеу бір еңбектенуден келеді. Мен әсіресе осы жаз күндерін айтамын. Көктем жаз күндері ер адамдар үшін далада жүріп еңбектенетін, сондай бір ортаны, шарт жағдайды жасау үшін, қос қолымен жасау үшін құлшынатын мезгілі де. Енді өзімде компьютерға жуықпын, өзімде отыратын жұмыстарды көп істеймін, бірақ олардың көбін қысқа қалдырады. Қыстың ұзақ кешінде отырып алып компьютерде шығармашылықпен және ой еңбегімен айналысу керек. Ал жазда енді осындай шапқылайтын жұмыстарға өзімде арнайы уақыт шығарып шапқылап жүрмін. Bir жағы денсаулыққа да пайдалы шығар. Енді бір жағы осы сол екеуін тең алып жүрмесе, үлкен бір игілік тіктеп кетуде қиын болады деп қараймын. Кешке дейін компьютерде отырып алу, кешке дейін кітаптан басты алмау, оның барлығы да тағы да бір сыңар жақтылықты, тағы да бір кемшілікті қалыптастырып шығады. Ал тек қана қара еңбекпен жүріп алу, ойланбау, оның өзі бір түрі жалқаулық. Адам, қандай адам дейді? Жалқау адам ойланбайды дейді. Жалқау адам қарбалас болады дейді. Мен қарбаласпын деп кітап тыңдамай, ойламай, кітап оқымай, ойланбай жүре беру, ол да түбі кедейлікке апарады. Ол жалқаулықтың үлкені. Сондықтан осы екі нәрсені тең алып жүру керек. Істеу керек, ойлану керек, соны жүзеге асыру керек.